да өзгере бастайды. Сал серлерге қару асынып жүруге тыйым салынған. Заңға бағынбаған ақан сері қылыш асынып жүріпті. Сал серлер қару-жарақты қабырғаға іліп қойды, найза, қылыштарын бәрін. Сонымен енді бұлар артистік богемаға айналды. Домбыра, қобыз алып келіп, сонда бірақ ана баяғы еркелігі қалған, ауылдың сыртына келіп құлайды жаңағы. Сосын халық оларды жаңағы кілемге, көрпеге салып, көтеріп, еркелетіп, бетіне сүйіп, төрге отырғызады. Олар ән айтады. Содан кейін мына серлердің еркелігі кереметіне, мысалға Россияның құрамына кіргеннен кейін пайда болған бюрократия, болыстар, билер, мысалы билеріне бұрыннан келді болған болыстар, аға сұлтандар, солардың кемшілігін бетіне айтатын осы серлер болған. Әкесін танытып айтады екен олар. Және оны кек көрмейді. Сер айтса болды, дұрыс айтты деп есептеледі. Біржан салдың тобы алуан түрлі киінеді. Біреуі қасқыр, келесісі аққу, енді бірі түлкі және тағы басқа жан-жануарлар бейнесінде киім киеді екен. Сал серлер ауылға келгенде көктемнің лебін әкелгендей сезілетін көрінеді. Сал серлердің келуі ауыл үшін